Сәлем, менің құрметті де қадірлі көрермендерім. Бүгінгі видеода бас ауруды қалай 5 минутта басамыз, сол туралы видео болмақ. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Видеоны соңына дейін көрген адамдарға описанияда сыйлығым күтіп тұр. Бас ауруды точка басу арқылы емдейміз. Маған бүгін көмектесетін менің көмекшім Ханшайым, қызым. Бірінші точка ол қабақтың екі ортасы. 5 минут басасыз. Қабақтың екі ортасын 5 минут басып тұрасыз. Содан кейін маңдай, үшінші көз деп аталады. Маңдайды 5 минут басасыз. Келесі точка самайды басасыз. Міне осы жерді. Қабақтың жаны ғой, самайды басасыз. 5 минут тоже басып тұрасыз. 5 минут. Екі саусағыңызбен басқан жөн. Келесі точка ол желке жақты басасыз. Міне желке ол. Барлығына өз қолыңызбен, саусағыңызбен басуға болады. Желкеде үңіліп тұрған жер бар, сол жер тауып аласыз да қаттырақ үстінен басасыз. Барлық точкаларды қайтадан көрсетіп жатайын. Бірінші қабақтың ортасы, міне екінші маңдай, үшінші көз самай, сосын желкедегі точка. Келесі точка ол қолыңызда, оны оңай басасыз, яғни өзіңізге ыңғайлы екі саусағыңызбен 5 минуттай қатты қысып басасыз. Осы точкаларды басу арқылы сіз басыңызда 5 минутта емдеп аласыз. Бұл точкаларға да сіздің басыңыз басылмай жатса, витаминдер ішіңіз. Мен сізге ұсынайын деп отырған витаминдерімді өз тәжірибемнен өткізген, яғни өзім қолданып ішіп жүрмін. Түркиялық халал өнім, өте адамға ағзасына өте пайдасы бар. Толығырақ білгіңіз келсе, описанияға номерін жазып кеттім. Құрметті достарым, келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.